Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 3 түрлі жемістен 3 түрлі коктейль әзірлейтін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші коктейльді мен құлпынайдан жасайын деп жатырмын. Құлпынайдың осындай қып-қызыл түрін алатын болсаңыздар, коктейліміздің түсі сондай әдемі болып тұрады. Барлығын блендермен езіп алдым. Одан кейін үстінен жарты ас қасық қант пен балмұздақ қостым. Бұл жерде мен ностальгия балмұздағын пайдаландым. Осы балмұздақпен өте әдемі болып шығатын болады. Үстінен 200 грамм салқын сүтті құйып, блендермен езіп алдым. Салқын сүт құйсаңыздар өте әдемі болады, бірақ біздің сүтіміз піскен болу керек. Піскен салқын сүтті құямыз. Осымен біздің құлпынайдан жасалған коктейліміз дайын болды. Екінші түрін мен бананнан жасап жатырмын. Бұл жерде 2 бананды осылайша турап алдым. Одан кейін оны да блендерден өткізіп аламын. Үстінен қалауыңызша қант қоссаңыздар болады. Одан кейін жаңағы ностальгия балмұздағының жартысын қостым. Үстінен 200 грамм сүт қосып, блендермен жақсылап араластырдым. Осымен біздің екінші коктейліміз де дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Коктейлдің осы түрі балаларға өте қатты ұнайды. Коктейлдің келесі түрін кивиден жасайын деп жатырмын. Кивиді, бұл жерде 2 киви бар. Осылай етіп турап алдым да, оны блендердан жақсылап өткізіп алдым. Қалауыңызша қант қоссаңыздар болады. Қаламасаңыздар қоспай-ақ та қойсаңыздар болады. Мен 1 ас қасық қант қосып, үстінен балмұздақ пен 200 грамм сүтті қосып, блендермен жақсылап араластырдым. Көріп тұрғандарыңыздай, коктейль жасау өте оп-оңай. Балаларға осылай жасап берсеңіздер, оларға ұнайтын болады. Сондай-ақ өзіңізге ұнайтын кез келген жемістерден де жасасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.